Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Осы видеода біз ең кішкентай ортақ еселікті және ең үлкен ортақ бөлгішті талдаймыз. Мысалы, бір сандарды алайық. 4 пен 8 болсын, кішкентай сандар. Ең кішкентай ортақ еселік бізде болады 16. Себебі 16 бізде 8-ге және 4-ке бөліне алатын ең кішкентай сан болады. Мысалы, 16-ны 8-ге бөлсек бізде 2 шығады, ал 4-ке бөлсек бізде 4 шығады. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш табу үшін біз мысалы 8-ді және 4-ті 1-ге бөле аламыз, 2-ге бөле аламыз, сосын 4-ке бөле аламыз. Бірақ ең үлкен табу керек. Сол үшін біз 4-ті аламыз. Күрделі мысалды алайық. 80 мен 72. 10 шығару үшін бізде бір әдісі бар, бірақ одан дейін осы сандарды бөлеміз. 80-ді бөле алатын ең кіші сан бізде болады 2. Соны 80-ге 2-ге бөлеміз, бізде 40 шығады, 40-ты 2-ге бөлеміз, бізде 20 шығады, 20-ны 2-ге бізде 10 шығады, 10 2-ге бізде шығады 5. 5 бізде жай сан, сол үшін оны өз-өзіне бөлеміз. Так, сонда бізде 1 қалады. Ал енді 72-ні ең кіші санға бөлейік. Бізде мұнда 2 болады, 36-ны 2-ге, 18 2-ге, 9. Енді бізге 2 келмейді. Сол үшін 2-ден кейін бізде 3 болады. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3-ті 3-ке бөлеміз. Себебі ол жай сан. Бізде 1 қалады. Так, ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш табу үшін біз осы сандардан және осы сандардан біз параларды табамыз. Осы параларда сандар бірдей болу керек. Мысалы, 2 мен 2 келеді. Так, мынау 2 2-мен, сосын мынау 2 2-мен. Так, енді парасыз бізде осы сандар қалады, бірақ олар бізге біраз уақыттан кейін керек болады. Так, ал енді бізде 3 пара шықты. Сол үшін 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Бізде шығады 8. Мынау 8 бізде болады ең үлкен ортақ бөлгіш. Ең кіші ортақ еселік табу үшін біз осы шыққан 8-ді осы парасыз сандарға көбейтеміз. 8 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 3. Сонда мынаның бәрін көбейтсек, бізде шығады 720. 720 бізде болады ең кіші ортақ еселік. 80 мен 72-ке ең кіші ортақ еселік бізде шықты 720. Және ең үлкен ортақ бөлгіш бізде шығады 8. Осы әдісті кез келген сандарға қолдана аласыз. Осы видеоны көргеніңіз үшін сізге көп рахмет. Пайданы тигізді деп ойлаймын. Сау болыңыз.